Қайырлы күн, құрметті достар. Нұрбақыт Кәбдікәрімова. Өткен ғасырдың 60-70 жылдарында апасы Камшат Дөненбаевадан кейін қазақ қыздарына техника тізгіндеуге үндеу тастап, Қаршадайынан еңбекке араласқан Қарқаралының қайсар қызы. 1948 жылы 3 қарашада Қарқаралы ауданы 1 май қазіргі Мартбек Мамраев атындағы ауылда дүниеге келген. 1966 жылы туған ауылында номер 2 орта мектептің 10 жылдығын тәмамдап, еңбек жолын қарапайым жұмыскер болып бастайды. Шопанның көмекшісі, кейін механизаторлар курсын бітіріп, техника тізгінін ұстаған. Жастайынан МТЗ, Т-40 тракторларын тақымдаған еңбекқор қыз 1970 жылдан бастап 22 жасында К700 алып тракторының жүргізушісі болып істейді. Темір тұлпарды тізгіндеген мерейлі еңбектің майталманы 1972 жылы Ленин орденімен марапатталды. 1973 жылы Ақжол селолық округінің депутаты болып сайланды. 1974 жылы бүкіл одақтық Лениндік коммунистік жастар одағының 17-ші съезіне делегат ретінде қатысып, социалистік ауыл шаруашылығының үздігі белгісімен марапатталған. Республикалық деңгейге дейін көтеріліп, 1975 жылы 9-шы шақырылған Қазақ ССР жоғары кеңесінің депутаты және 1981 жылы Қазақстан Компартиясының 15-ші съезіне делегат болып сайланды. 1982 жыл өміріне ерекше мерей әкелді. Ауыл шаруашылығы саласындағы ұзақ жылғы еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып, қол жеткізген үздік көрсеткіштері үшін социалистік еңбек ері атағы берілді. Сонымен қатар екінші мәрте Ленин ордені және орақ пен балға алтын жұлдызы қоса тапсырылды. Сол жылы халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің алтын медалінде кеудесіне тағып қайтты. Бүкіл одақтық кәсіподақтың орталық кеңесінің 17-ші съезіне және 1987 жылы Мәскеуде өткен бүкіл одақтық әйелдердің конференциясына делегат болып қатысады. Одақ ішіндегі 15 республиканың ауыл шаруашылығы еңбеккерлері арасында топ жарып шығып, РСФСР ауыл шаруашылығы социалистік жарысының үздігі белгісімен марапатталған. Зейнет демалысына шыққанша туған жерінің төсінде ұзақ жылдар бойы адал еңбек етті. Тәуелсіздік жылдарында да талай жастарға тәлімгер болып, жас Қазақстан мемлекетінің өркендеуіне өзіндік үлесін қосты. Астана қаласында өткен тыңның 50 жылдығына арналған салтанатты жиынға қатысып, тыңның 50 жылдығы медалімен марапатталды. 1999 жылы Нұрбақыт Кәбдікәрімоваға Қарқаралы ауданының құрметті азаматы атағы берілді. 2001 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдық мерейтойы қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатына ие болды. Социалистік еңбек ері Нұрбақыт Кәбдікәрімова 2020 жылдың 17 сәуірінде 72 жасқа қараған шағында өмірден озды. Оның өнегелі өмір жолы келешек ұрпаққа үлгі болып қала бермек.